интерактивтік оқыту технологиясы қарастыратын мәселе. Жалпы жаңа технологияның ішінде біз ақпараттық технология, компьютерлік технология, мультимедияны қарастырдық. Соның ішінде маңызды бөліктерінің бірі болып есептелінетін бұл интерактивті оқыту технологиясы. 21 ғасырдың басында жаңа технологияны білім беру мақсатында, оның ішінде жеке пәндерді оқытуда негізгі мәселе болып қарастырылып жүр. Әрине, ғылым мен техниканың жетістігіне сәйкес білім беру саласында да озық тәжірибелерді, шетелдік іс тәжірибелерді пайдаланған дұрыс. Осыған байланысты батыстағы мынау Кембридж бағдарламасын біз толықтай пайдаланып жүрміз. Қандай болмасын, бағдарламаның негізгі бөлігі ол жаңа технологияның элементтері. Сол жаңа технологияның элементтерінің бірі интерактивті оқыту технологиясы. Енді біз білетін физиктерге негізінен қатысты компьютерлік технологияны біз жақсы білеміз. Ол енді әрине физикалық біліммен қатар практикалық дағдыны қалыптастыру мақсатында жүргізіледі және шығармашылық деңгейге жету. Компьютерлік технологиямен қатар интерактивтік оқыту технологиясы да маңызды орын алады. Енді жалпы педагогикадан сіздер білетін шығарсыздар. Енді интерактивті деген сөз бұл, көріп отырсыздар, мысалда өзара әрекет ету. Яғни оқытушы менен оқушының немесе білім алушының арасындағы іс-әрекетті қалыптастыру. Бұл әрекеттер әрине дәстүрлі оқыту әдісінде де бар. Мұғалім мен оқушының арасындағы жұмыс, мұғалімнің басшылығымен жасалатын жұмыс және өз бетімен жұмыс. Егер де жоғарғы білімді алатын болсақ, әрине оқытушы, студент бір жақты болмау керек процесс. Оқытушы әрине өзінің дәрісін оқып, сонымен білім тиянақтар деп айту қиын. Себебі оқылған теориялық мәселелерді практикада қолдану керек. Сол үшін де сіздерге жүргізілетін практикалық сабақтар енді физикаға тән көбіне есеп шығару, сосын зертханалық жұмыстар. Осы арқылы біз оқушының белсенділігін арттырамыз және өзара әрекет ету жұмысын қалыпқа келтіреміз. Яғни физиканың заңдарын, құбылыстарды оқыту арқылы біз таным процесін дамытады екенбіз. Кез келген физикалық заңдылықтың белгілі бір ғылыми мәні бар. Міне осы мәнді ашу үшін біз көбіне теориямен қатар практикалық жұмысты жүргіземіз. Әрине, практикалық жұмыс болған уақытта студенттің өз қолымен істелетін, ойлау қабілетін қажет ететін және сол арқылы белсенділікті қалыптастыратын жұмыстар болу керек. Физика курсында бұндай зертханалық жұмыстар бағдарламаға сәйкес қарастырылады. Көбіне оқушының алған білімін студенттің күнделікті өмірде қолдану мақсатында. Кез келген заңды, құбылысты, процесті қарастырған уақытта, соның біз практикалық қолдануын түсіндіре алатындай деңгейде болуымыз керек. Міне осыған байланысты
болып жатқан құбылысты процесс түсіндіретін болсақ, онда біз сол дененің, заттың немесе қоршаған ортаның тану процесін жүзеге асырады екенбіз. Екі жақты байланыс болған жерде енді оның белгілі бір нәтижесі болу керек. Ол нәтиже әрине оңайлықпен қолға түспейді. Ол үшін іздену керек, өз бетімен жұмыс жасау керек, және оқытушы менен білім алушының арасында тығыз байланыс болу керек. Енді интерактивті оқыту негізінен тиісті нәтиже беру үшін біз бірінші білім беру процесінде екі жақтың өзара диалогтық қарым-қатынасы немесе диалогтық технологияны жүзеге асыруымыз керек. Тек қана түсіндіру емес, сонымен қатар кері байланыс, сұрақ, жауап, пікірді тыңдау және сол арқылы қорытындыға келу. Олай болса, білім алушының өз деңгейінде қарастырылып отырған заңды, оқу материалын қандай деңгейде түсінді, сол арқылы оқытушы не мұғалім қорытынды жасайды. Келесісі мінекей көріп отырсыздар, екі жақтың арасында байланыс жүргізу арқылы олар бірін-бірі түсіністік және өзара қарым-қатынастың қандай деңгейде дамитындығын анықтайды. Былайша айтқан уақытта тіл табысу мәселесі. Тіл табысу. Тіл табысу деген сөз оқытушы студентке қарапайым тілмен түсіндіру керек. Әрине ғылыми тілде де түсіндіруге болады, бірақ ғылыми тіл өте жоғары деңгейде болғандықтан кейбір студенттер немесе оқушылар оны дұрыс қабылдай алмауы мүмкін. Сондықтан оқушыға түсінікті тілменен қарапайым, яғни тәжірибе жасау арқылы түсіндірген ыңғайлы. Сол жағдайда біз белгілі бір білімнің сапалы болуына әрекет етеміз. Енді басқа технологиялардың да өз ерекшеліктері бар. Дәл сондай интерактивтік оқыту технологиясында қандай ерекшеліктер бар екені мінекей слайдта көрсетілген. Яғни соңғы уақытта біз мынау Кембридж бағдарламасы бойынша топтық жұмысты көбірек қолданып жүр. Себебі әрбір оқушы өзінің жеке пікірін айта алатындай, және оны тиянақты етіп жеткізе алатындай, және белгілі бір қорытынды жасайтындай деңгейде болу керек. Осы арқылы топта әрине енді барлық білім алушының деңгейі бірдей болмайды. Сондықтан жақсы оқитындарменен қарым-қатынас жасайды. Осыған еліктеп, мысалы айталық, орташа оқитындар белгілі бір деңгейде талпынып жақсы нәтиже беруі мүмкін. Яғни ізденеді. Егер де қасындағы оқушы өз пікірін айтқан уақытта ол үндемей отыратын болса, онда әрине ыңғайсыз. Сол себептен өзінің аз да болса, қысқа болса да, яғни нақтылап өз пікірін жеткізуі қажет. Сол жағдайда топтық жұмыс бірлесіп, алдына қойған мақсатты орындап, белгілі бір нәтижеге қол жеткізеді. Енді қандай болмасын технологияның біз айтып жүрміз, жақсы жақтармен қатар әрине көңіл аударатын жақтары да бар. Теріс жақтар деп айтпай-ақ қояйық, енді жетілдіретін жақтары. Міне қолдарыңыздағы слайдта осы плюс және минус деп көрсетілген.
Енді плюс жағы бізге түсінікті, ол білім алу және танымдық процесті қалыптастыру. Осыған сәйкес білім алатын адам әр уақытта талпынады. Яғни мен оны білмеймін, ол маған неге керек деген ондай қобалжу болмау қажет деген сөз. Енді білімді меңгеру үшін оны талдау керек. Яғни бірнеше сатыдан өткізу керек. Және сол қарастырып отырған заңдылықтың күнделікті өмірде мысалына тоқталу керек. Сол жағдайда ол білім алушыны қызықтырады. Ал бір жолға түскеннен кейін ол ары қарай іздене береді. Келесі мысалы айталық қандай нәтиже берер екен деп талпынысы ұлғая береді. Енді келесі жақтар, мысалы аудиторияда психологиялық климат деп аталады. Сіздер бірінші курста психология пәнін, педагогика пәнін бостан-босқа оқып жатқан жоқсыздар. Ол мемлекеттік стандартта қарастырылған. Олай болса, сол жаңағы бір топта аудиториядағы барлық қатысып отқан студенттің психологиялық жаңағы ахуал орнауы керек. Психологиялық ахуал. Психологиялық болған уақытта жақсы жағдай, мысалы айталық. Ауыры деп атаймыз ғой, мысалы. Мінекей осыған байланысты, ал егерде жаңағыдай жағымсыз жағдай болатын болса, соған мысалы жеке оқушыларды тартып, жақсы бір психологиялық орта құруға және оны дамытуға әсер етеді екен. Келесі мінекей интеграциялау мәселесі. Бұл енді жалпы жаңағы айтқан топтықтың бір түрі ретінде, яғни кез келген берілген тапсырманы жұмысты практикалық бірлесе отырып орындау. Келесі бұл әрбір студенттің өз пікірін саналы түрде жеткізе білуі және оны дәлелдеу. Осы арқылы мінекей көріп отырсыздар, студент пенен оқытушының арасында белгілі бір жақсы жағдай қалыптасады. Яғни тіл табысу мәселесі орнайды. Коммуникативтік құзырет дейді, мысалы айталық. Мінекей осы коммуникативтік құзырет жақсы жағдайда орындалады. Ол деп тұрғаныңыз білім сапасының артуына көп әсер етеді. Енді күнделікті өмірде бар, әртүрлі студент бар, әртүрлі оқушы бар. Мұғалімменен мысалы айталық, барлық уақытта бірдей айтқан тыңдап, тапсырманы орындап жүретін болса, онда ол оқушылардың бәрі де жақсы оқитын болар еді. Бірақ өкінішке орай кейбір мысалы айталық студенттері бар, сабаққа қатыспайтын, лекциясы жоқ, жазбайтын, немесе практикалық жұмыстарды орындамайтын, дәл сол сияқты мектепте де бар. Ол мінекей көріп отырсыздар, оқытушы менен студенттің арасында, немесе мұғалім мен оқушының арасындағы жаңағы бірлесіп жұмыс істеу нәтижесін бермейді. Енді ең басты нәрсе жауапкершілік. Оқытушының да, білім алушының да жауапкершілігі болу керек. Егерде солай қараса, жауапкершілік болмаса, онда білім алу процесі нәтиже бермейді. Сондықтан да болар, мысалы айталық сіздер қараңыздар, бір топтағы барлық студенттердің барлығы кілең өте жақсы деген баға алмайды. Немесе бәрі бірдей, мысалы айталық жаңағы төмен баға алмайды. Ішінде әртүрлі деңгейдегі білімі студент те, оқушы да бар. Ал оқытушының негізгі қызметі сол жаңағы орта деңгейдегі білім алушының білім деңгейін дамыту, жетілдіру, белгілі бір нәтиже алу болып есептелінеді. Енді теріс жақтарына қарастыратын болсақ, ол енді топтық жұмысқа әрине бірден кірісіп, бірден оны меңгеріп кету қиын, сондықтан алдын ала оған жаттығу қажет.
жаттығу қажет. Ал ол үшін не істеу керек? Ол үшін мысалы айталық сол топтың белгілі бір басшысы болу керек, ұйымдастырушысы болу керек. Және әркімменен қандай жағдайда сөйлесу керек екенін білу қажет. Мынау көңілді тапқыштар клубы дейтін бар ғой, білесіздер. Сонда мысалы айталық тапсырма берілген уақытта, мысалы 5-6 адам жаңағы жиналып алып, өздерінің пікірлерін айтады да, ішінен біреу шығып, мысалы айталық, жауабын береді. Міне дәл сол сияқты үрдіс осы топтық жұмыста да жүзеге асырылуы қажет. Олай болса, топтық жұмыстың негізгі мақсаты бұл жеке білім алушының ой өрісін дамыту және өзінің пікірін толықтай жеткізе білу. Енді соңғы уақытта да бар, бұрынғы дәстүрлі технологияда да болды, мысалы айталық мына ойын сабақтары жөнінде. Ойын сабақтары. Енді әрине, мысалы айталық, ол тек қана мектепке қатысты емес, ол студенттерге де ойын сабақтарын жүргізуге болады. Бірақ деңгейі бағдарламадағы материалға сәйкес болу қажет. Енді осы интерактивті оқыту кезінде жалпы мақсатымыз біздің оқушының ой өрісін дамыту. Яғни негізгі мақсат шығармашылық деңгейге жеткізу болады. Шығармашылық деңгей. Әрине, бірақ барлығы бірдей шығармашылық деңгейге жеткізу қиын. Келесі интерактивті әдістің түрлерін қарастыратын болсақ, мінекей, кейс технология деп аталады. Ойын сабақтары мысалы айталық. Пікірталас, миға шабуыл. Енді ойлау, осыған көбіне біз көңіл бөледі, миға шабуыл деген. Бұрынғы дәстүрлік технологияда да болды бұл. Бұл немене ойлау деген сөз. Ойлау. Басты ауыртып, ойлап, белгілі бір тапсырманың жауабын алу. Интерактивті немесе қазақшалаған уақытта мына жерде интербелсенді деген сөз шықты. Сондықтан мінекей интербелсенді деп айтуға да болады. Оның негізгі қағидалары, мінекей көріп тұрсыздар, бірінші ортаны қалыптастыру. Сосын жеке дара жұмыс істеуге баулу. Жаңа біз топтық жұмысты айтып жатырмыз. Үнемі мысалы білетін бала айтып, білмейтін жаңағы студент немесе оқушы кейін қала бермеу керек. Қайткен күнде де өзінің теріс болса да жаңағы жеке пікірін білдіру қажет. Келесі қағида мысалы айталық әрекет ету дейді. Бұл енді әрекет ету арқылы жаңағы қызықты сұрақтар, сосын бір тәжірибелер жасап, демонстрациялық эксперименттер қойып, бұл жерде көбіне мысалы айталық проблемалық әдіске жүгінген дұрыс. Мысалы кез келген сұрақты қойып, әрине оңай сұрақ емес, проблемалық сұрақты қойып, соның шешу жолдарын іздестірген дұрыс. Ескеретін нәрсе, кез келген проблема не алмайды, шешілмей қалмайды. Сондықтан ол оңай шешілсе, ол проблема емес. Сондықтан белгілі бір қарама-қайшылық болу керек, оны шешу үшін. Яғни, ол дегенің жаңа біз алдында айтқан, анау миға шабуыл жүзеге асуы керек деген сөз. Енді келесі қағидасы бұл өмірменен байланыстыру. Физикадағы көптеген заңдылық емес, барлық заңдылықтардың барлығы осы өмірменен тығыз байланысты. Олай болса, соны біз түсіндіре білуіміз керек екен. Келесі енді мінекей көріп отырсыздар, әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Оның ішінде жаңағы айтқан мінекей проблемалық дәріс. Бұл оқушының ойлау қабілетінің ғылыми ізденісін қалыптастыратын әдіс. Осы арқылы біз шығармашылық деңгейге жетеміз. Енді мінекей мына жерде қателіктер жөнінде дейді. Әрине, енді мысалы айталық, кейбір студенттер бар, мысалы айталық жаңағы сұрақ қойып, ол мүмкін емес дегендей, мысалы айталық. Ондай оқушы да бар. Ол оқушылар мысалы айталық,
өз бетімен ізденетін оқушылар, көптеген мәселені оқып білетін оқушылар, өз пікірін мысалы дәлелдеп көрсете алатын оқушылар. Яғни оқытушының айтқан мәселесіне қарама-қайшылық туғызып отыр. Бірақ қарама-қайшылық болған уақытта ол енді оқытушының немесе мұғалімнің айтқан мәселесін теріске шығару емес, сұрақ қою арқылы керісінше сол мәселені дамыту. Міне осы әдіс өте тиімді әдіс болып есептелінеді. Енді мына жерде сіздер соңғы уақытта білесіздер, пәнаралық байланысқа байланысты интеграциялау дейтін бар. Сол интеграциялауға байланысты мінекей бірнеше мысалы айталық оқытушылар сабақ беруі, мұғалімдер сабақ беруі мүмкін. Мысалы айталық ол бірлескен, мысалы физик те бар, химик те бар, ішінде математик те бар. Ал екінші жағынан пәнаралық байланыс жүзеге асырып жатыр. Ал негізінен интерактивтік сабақтар, мысалы айталық, интеграцияланған деп атайды. Енді келесі түрі, мысалы айталық, осы дәріс болсын, практикалық сабақ болсын, бұл болжау, елестету. Ол енді әрине физикалық заңдарда көбіне, мысалы молекуланы сіз көріп отқан жоқсыз, біз айтамыз, молекула кинетикалық теорияда молекула ретсіз қозғалады деп. Қайдан көріп отырсыз? Міне соны сіз көз алдыңызға елестетесіз. Біз түсіндірген уақытта оны жаңағы макроскопиялық тұрғыда, мысалы бильярдтың шары немесе кез келген көзге көрінетін сондай нысандарды алып түсіндіреміз. Бірақ ол енді салыстырмалылық, ұқсастық принципі. Келесі мінекей көріп отырсыздар, енді пресс-конференция, семинар сабақтары әртүрлі, мысалы айталық, бұл қазіргі уақытта көп қолданылып жүр. Пресс-конференция, конференция, семинар сабақтары. Бұл да белгілі бір нәтиже береді. Бірақ енді кез келген жағдайда бұны қолдана беру тиімді болмас. Белгілі бір тақырыпты қорытындылауда, немесе жаңағыдай интерактивті сабақтарды қолданған уақытта жүзеге асады. Енді келесі бір түрі мінекей дәріс диалог. Бұл мысалы айталық, екі адамның немесе жаңағы оқытушы менен топтың, аудиторияның өзара әңгімелесуі арқылы жүзеге асатын әдіс. Жалпы мінекей сонымен біз қарастырған интерактивті оқыту технологиясы бұл оқушының ойлау қабілетін дамытатын, оқу материалының алдына қойған мақсатына жеткізетін және белгілі бір жаңа әдіс тәсілдерді қолданылатын әдіс екен. Яғни интерактив технология ол ұжымдық әрекеттің жүйесі дейді. Ұжымдық әрекет. Ұжымдық әрекет деп тұраңыз, ол жеке тұлғадан тұрады. Олай болса, бұл жердегі жеке тұлғаны қалыптастыру мәселесі де жүзеге асады деген сөз. Осы арқылы біз оқылатын материалды сапалы деңгейге жеткізудің әдіс тәсілдерін толықтай меңгереді екенбіз. Осыменен дәріс аяқталды. Сұрақ болса қоюға болады. Сұрақ жоқ болса, онда сау болыңыздар.